Баршаңызға сәлем. Дәл осы қағаз кемені сіз де жасай аласыз. Балалық шағымыздың символы ретінде балапандарыңызға жасап көрсетсеңіз болады. Бізге бұл кеме немесе қайықты жасау үшін бір ғана қағаз болса жеткілікті. Мен А4 форматындағы ақ парақты алдым және де оны бір-біріне беттестіре отыра қол көмегімен созақтың көмегі арқылы майыстырып шығамыз бүктеп. Дәл видеодағыдай қайталап отырсаңыздар болады. Осылай кезегімен жасап отырамыз. Және келесі тағы да бүктейтін боламыз. Бір-біріне беттестіріп. Және бүктелген жерді ашып, бірінші оң жағын және сол жағын бір-біріне қарама-қарсы етіп бүктейміз. Дәл осындай бізде пішін шығады. Және мына төменгі жағындағы бізде екі парақ тұр. Екі парақтың сол бір жоғарғы жағындағы парақты жоғарыға қарай бүктейтін боламыз. Және де бізде осындай екі шетінде үшбұрыш пайда болады. Сол үшбұрышты артқы жағына қарай екі жағында бірдей ғып майыстырып шығамыз. Және де майыстырып болғаннан кейін келесі бетіне аударамыз парағымызды. Және астыңғы жағын жоғарыға қарай бүктейтін боламыз. Және де осындай астыңғы жағындағы қуысты ашып, бізде осылай шаршы фигура шығады. Астыңғы жағындағы үшбұрышты алып, жоғарыға қарай бүктейтін боламыз. Оны бұлай толығымен емес, жартылай бүктейтін боламыз. Немесе бір қаламсаппен белгілеп алсаңыз болады. Осылай бүктеп, келесі бетінде дәл солай видеодағыдай жасайтын боламыз. Бізде бұл затты жасауға уақытымыз көп кетпейді. 3 немесе 5 минутта жасап аласыз. Және осылай ашып, екі жағынан ұстап, қаттырақ қысып, бұлай екі жаққа тартатын боламыз. Біздің пішініміз қайыққа ұқсады кемеге. Дәл осылай су бетіне ағын суға қойып, біз бұларды жаз мезгілінде кішкентай кезімізде көп жасайтынбыз. Солай балапандарыңызға көрсетсеңіз болады. Келесі видеоларды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыз.